Тилауат сәждесі деген не? Және біз оны қалай жасаймыз? Жалпы тилауат сәждесі деген бұл Құранда 14 жерде кездескен сәждеге бұйырылған аят. Соның бірі Алақ сүресінде «Кәллә лә тутиъху васджуду вақтариба». Яғни Раббыңа бұл жерде сәжде ет және жақын бол деген. Және де бір аятта «Фама лахум ла юъминун». Оларға иман келтірмейтіндей не көрінді? Оларға не болды? Қашан оларға біздің Құран оқылатын болса, олар сәжде жасамайды деген сияқты ескерту аяттары да бар. Және пайғамбарымыздың хадисінде, яғни бұның уәжіптігіне күшейтетін хадистер бар. Соның бірі, қашан адам баласы сәжде аятын оқып, одан кейін сәжде жасайтын болса, шайтан сәл аулақ кетіп, былай деп айтады дейді. Мен қайғыға тап болдым ғой дейді. Бұл адам сәжде жасауға бұйырылған кезде ол бірден сәжде жасады, енді оған жәннат дейді. Ал маған сәжде жасау бұйырылған кезде мен не істедім дейді, одан бас тарттым. Енді маған тозақ, нендей өкініш дейді. Енді бұның жасалу түрі, бұл намаз емес, оп-оңай. Сіз ниет еттім, тилауат сәждесін өтемекке дейсіз де Аллаху акбар, Субхана раббиял а'ля деп 3 рет айтасыз. Кейін басыңызды көтеріп дұға жасайсыз. Енді бұл жерде тармақты мәселелер бар, немесе жасау мұстахаб болған нәрсе бар. Оны біз ютубқа толық сабақ қып түсіндіріп саламыз. Алла пайдалы етсін.